Сенатор Дана Нұржігіт әйелдер зейнетке 28 жасында шығу керек деп ұсыныс білдірді. Депутаттың сөзіне, Қазақстандағы азаматтардың өмір сүру жасы пандемиядан кейін төмендеп кеткен. Сондықтан жағдайды қайта қарап, оң шешім қабылдайтын кез келді дейді. Осыған дейінгі заңда әйел адамдар 60 жаста зейнетке шығу керек дейді. Өмір сүру жасы шамамен алғанда 71 жас. Сонда бар жоғы өмір қызығын көруге 8-ақ жыл бар ма? Бұл өз азаматтарымызға деген не деген мейірімсіздік. Үкімет ауыр мамандық иелерінің зейнетке шығу жасын төмендетуді қарастырып жатыр. Бұл жерде бәрін бөлек-бөлек қарамай, әйелдердің де зейнетке шығу жасында осы жерде қарап, бұл мәселені тездету керек сияқты. Бұл мәселенің шешімін күткен жандар өте көп. Қолданыстағы заң бойынша әйелдердің зейнетке шығатын жасына 2018 жылдан бастап жыл сайын 6 ай қосылып келеді. Осылайша әйелдің зейнет жасы ер азаматпен теңестіріліп 60 жасқа жетеді. Ширек ғасырдан аса еңбек етіп, енді немере бағып үйде отырар сәтте таңнан кешке дейін жұмыста жүру әйелдің көбіне қиын дейді мамандар. Лейла Көленова Қазақстандық үздіксіз білім беру қауымдастығының төрағасы. Көптеген тәрбиешілер зейнетке шығу мүмкіндігінен айырылды. 60 жаста кішкентай балалармен қалай жүгіріп жүреді. Егде әйелге әр балаға қарап қана қоймай, оларды ойнатып бірге жүру деген өте қиын. Бір емес 20 балаға жауап береді. Сенатор Дана Нұржігіт қазақстандық әйелдердің жұмысы мен өмірін әлемдік стандарттармен өлшеуге болмайды дейді. Мысалы, Жапонияны алайық. Жапонияда аналар 65 жаста зейнетке шығады. 5 жыл ерте кетем десе де өз еркі. Себебі күншығыс елінде өмір сүру ұзақтығы 87 жасты құрайды. Қазақстандық әйелдердің зейнеткерлік жасын ұлғайту туралы шешім 2015 жылы қабылданған. Онда әйелдердің орташа өмір сүру ұзақтығы 71 жасты құрайды. 2021 жылы бұл көрсеткіш 70 жас деп төмендеді. Ал 2020 жылы пандемияға байланысты елімізде өлім-жітім 22%-тен өсіп кеткен.